Ертеде, ешкі жүні келтеде, баяғыда бір байдың 3 қызы болыпты. Олар ертелі кеш қиялындағы ханзаданы күтумен күн өткізіпті. Ай десе аузы, күн десе көзі бар үлкен қызы, айнаға қарап сыланып отырудан жалықтым. Бір серпіліп алсам қайтет, деп ортаға шығыпты. Бес саусағынан өнер тамған байдың 2-ші қызы, шіркін-ай, ханзада келсе оған жаңа көйлек тігіп беруші едім, ал әзірге ине жібімді қоя тұрайын, деп билей жөнеліпті. Бірнеше тілді меңгерген білімді кенже қыз, ал мен болсам ханзадама таңды таңға ұрып, қызыққа толы хикаяларды айтып беруші едім, депті. Осы кезде үйге айшылық алыс сапарлардан келген 3 қыздың ағасы кіріп келеді. Амансыңдар ма алтындарым, ханзаданы тосып, торғып отыра бермеңдер. Қуан, шаттан, өмір ғажап, деп биді бастап кетіпті.